Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз 270-ші форма кірістер мен мүлкі туралы декларацияны салық мобильді қосымшасы арқылы қалай ұсыну керектігін көрсетеміз. Мобильді қосымшаны App Store немесе Play Market платформалары арқылы орнатуға болады. Бастапқыда авторизациядан өту қажет. Авторизацияны бірнеше жолмен жасауға болады. Бүгін біз SMS пароль арқылы өтеміз. Әрі қарай декларацияны тапсыру қызметін таңдаймыз. Келесі 270-ші нысандағы кірістер мен мүлкі туралы декларация. Керек жылды белгілейміз. Декларация түрін таңдаймыз. Тұрғылықты жер бойынша мемлекеттік кірістер органдарын кодын таңдау қажет. Телефон номері және имейлі толықтай толтырамыз. Кірістер туралы мәліметтер және барлық ақпараттарды толтырамыз. Жалғастыру батырмасын басу арқылы декларацияны тапсырамыз.